Бәріне сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі влог сабағым, жұмысым және де бір-екі қалған жұмысым бар еді. Ол өзімнің помещениемді ауыстырып жатырмын жұмысыма байланысты. Соны талқылайтын боламыз. Ең бірінші тұрғаннан кейін бет-аузымызды жуып, реттеліп, сабаққа дайындалайық. Қыздар, бүгін толық өзімді видеоға түсіріп, сіздерге көрсеткім келіп отыр. Сіздерден қолдау күтемін, лайк күтемін, комментарий күтемін. Аямай лайктарыңызды басып, подписка жасап кетіңіздер. Зарядкамды жасап жатырмын. Одан кейін киімімді ауыстырып, киімімді киіп, сабаққа дайындалдым. Еще қыздар сағат 6:30-да тұрғандықтан, сабағым 9-да басталады. Сөйтіп ерте тұрғандықтан барлығына үлгеріп дайындалдым. Сосын өзімнің образымды көрсетейін. Вуаля, осылай образым дайын болды. Ары қарай сумкамды қайтадан реттестіріп, өйстіп заттарымды салып дайындап қойдым. Одан кейін өзімнің таңғы кейде қолым босап жатса жасайтын ритуалым бар. Параққа керек нәрселерімді, өзімнің ойымды жазамын. Сіздерге де кеңес беремін соны жасауда. Одан кейін шайын ішіп алайын деп, яғни таңертең обязательно кофе ішемін. Ерте тұрғандықтан қарным ашып кетті, сол себепті пирожки бартон, пирожкимен кофе ішіп алдым. Қыздар, оның алдында тұрған кезде сразу жылы су ішіп алғанмын. Тұрған кезде жылы су ішіп, салқын емес жылы су ішіп, ары қарай уже түсімді жуамын, дайындалып сөйтемін. Одан кейін уже организм жүріп кеткеннен кейін уже қозғалып, одан кейін уже шай, су, тамақ барлығын іше беруге болады. Сөйтіп светті өшіріп, есігін жауып, кухняның курткамды киіп, сабаққа шықтым. Вау, даланы қараңыздар, қандай күшті болып тұр, жып-жылы, жап-жарық. Сөйтіп таңғалып келе жатсам, дала жел болып ұшып кете жаздадым ғой. Сөйтіп сабаққа келдім. Үстіне көтеріліп, уақытта бар, әлі 10 минут па, 5 минуттай бар әлі сабақ басталуына. Сөйтіп реттеліп, сабаққа кіріп, сабағымды аяқтап, кездесуге келіп, Индира ханыммен бір-екі ақылдасатын шаруаларында ақылдасып, помещение іздеп жатырмыз. Қарауға келдік. Помещениеден шығып, жұмысқа орай жатырмыз. Жұмысқа келдім. Қазір аяқтың бәрін реттеу керек. Бүгін ерте келдім. Өйткені осы кабинетпен бүгін ложкаларын барлығын стерилизовать ету керек. Бүгін сумен айналысамын, сосын клиенттерімді қабылдаймын. Сол үшін ертерек келдім. Приятного просмотра. Жұмысты аяқтап, үйге келіп пысықтығымды ұстап, уборка жасап тастадым. Қыздар, осындай форматтағы видеолар ұнайтын болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кет. Қоңыраушаны да басуды ұмытпа, себебі шыққан видеоларымды көрмей қалуың мүмкінсің.